Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлттық радио тыңдаушыларына қайырлы күн дейміз. Ардақты ағайын, эфирде өнегелі отбасы хабары. Бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеп отырған әріптесім Жадыра Сардарбек қызы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Ардақты ағайын, студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ағайын тату болса ат көп деп аталады. Яғни бүгінгі туысқандық қарым-қатынас жайында болмақ. Ардақты ағайын, егерде аталмыш тақырыпта айтар ойларыңыз немесе жолдар сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға әбден болады. Жалпы қазақ атамыз ағайын арасындағы қарым-қатынастың жалпы беріктігіне, мағымдылығына ерекше мән берген бұрыннан. Сондықтан енді өткенімізді қарап отырсақ, біздің халық алысты жақын тұтқан, жақынды бауыр тұтқан деген сияқты. Туыстық желіні жалпы үзбеген. Бүгінгі қоғам жалпы талас тартысқа, дау-дамайға толы қарап отырсақ, көрші-қолаң арасындағы көре алмаушылық, жаңағы ағайын арасындағы алалаушылық белең алған. Біреу баладан безсе, енді біреуі анадан алыстап жатады. Жетімдер үйі жәудіреген көздерге толы, қарттар үйі ақ жаулықты ана мен ақсақалды атаға толы. Қасірет сол, олардың көпшілігі, енді былай қарап отырсаңыз, енді өзіміздің бауырлар, иә? Мұның басты себебі неде, жалпы бұның салдары не? Жалпы адамның тарлық деген ұғым бар. Қазақта негізінен өлшемдері бар, иә? Мысалы, қазақта үй тар деген ұғым бар. Үй тар, бірақ сол тар үйге кейде 20-30 адам сыйып атады да, бір бөлмеге. Ал енді кейде бір үлкен зәулім сарайларға 2 адам сыймайды. Сонда негізінен осы адами қатынастар ол көңілдің кеңдігімен өлшенеді. Адамның көңілі тарылып кетсе, ол оған өзінен басқа ешкім сыймай қалады. Тіпті өзінің жан жары да сыймай қалуы мүмкін, балалар да сыймай қалуы мүмкін, әке-шешесі де сыймай қалуы мүмкін. Сонда қазақ айтады, бұның көңілі тарылып кеткен адам туралы, ішіне шынтақ айналмайды дейді. Одан да бетер тарылып кеткен адамдарды ішіне қыл айналмайды дейді. Сіз ойлаңыз. Қыл деген өте жіңішке ғой. Сондай рухани дертке ұшыраған адамдар. Сондықтан қазақ айтады ғой, әр жат, бер жат, төсек тарлығы, сенікі менікі көңіл тарлығы дейді. Негізі барлығы сенікі менікінен басталады. Жалпы мынау адамдардағы осы қатынастардың бұзылуының барлығы адамдар ойлайды, осы дүние менікі деп, сөзсіз бе? Мына үй менікі, мынау қатын менікі, бала менікі, ақша менікі, машина менікі. Сонда Абай айтады ғой, адам ғапыл, дүниені дер менікі деп жүрген бәрі оныкі. Мал да қалып, тән де қалып, жан қалғанда ойлашы өзің болады не сенікі дейді. Сонда біз бұл дүниеден ештеңе кетпейміз. Бәрі қалады. Сонда біздегі шайтан адамның нәпсі күшті болса алдайды. Мынау сенікі бәрі, сенікі, берме ешкімге, берме. Өліп қаласың, кедей болып қаласың, жетпей қалады деп шайтан бізді азғырады. Сонда Құранда айтады, шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады дейді. Адамдар негізінен бәрін шайтанға жауып жатады, бірақ негізі шайтаннан бұрын адамның өзі кінәлі. Өйткені Алла Тағала Құранда шайтанға айтады, өзі мұрсат беріп тұрса да, шайтан өйткені қиямет қайым күніне дейін мұрсат алған ғой, адамды азғырамын, осынша молықтаған адамның оңбаған екендігін, жер бетінде қан төгетінін дәлелдеймін деп Алла рұқсат берген лағнетке ұшырағанға, шайтаннан. Сонда Алла Тағала айтады, ей шайтан, сен менің пенделерімді құртып біттің ғой дегенде, мен емес, олар өздері ғой дейді. Сонда адамның егер көңілінде Алла болса,
ол бәрі сияды негізінен. Сонда мынау көңілге сыйса бәрі сияды деп айтып жүрміз. Негізі оның дұрысы, оның түп нұсқасы көңілге Алла сыйса бәрі сияды. Барлық сияды. Өйткені Алла тағала айтады екен, мен ешқайда сыймаймын. Мен лаухул махфузға сыймаймын, аршы күршіге сыймаймын, 18 мың ғаламға сыймаймын. Мен адал құлымның жүрегіне сыям дейді екен. Адал құлымның көңіліне сыям дейді екен. Сондан көңіл тарлығы нағыз тарлық. Сондан біз адамдардың қазіргі кезде көңілдерін кеңейтуіміз керек. Көңіл кеңейген адам ол отбасылық өмірде де, туысқандық қарым-қатынаста да бәрінде де ол кең болады. Енді көңілді кеңейту керек деп жатсыз, оның нақты әдіс тәсілдері бар ма? Бар, ол өте жақсы. Енді қараңыздар, өзі адамның көңілі екі нәрседен тұрады. Ол дене және рухтан тұрады. Дене және жаннан тұрады. Біз егер денені ғана семірте берсек, және ал дененің өзінің 3 қажеттілігі бар, ішсем жесем ұйықтасам. Иә, байлық, мансап, бұның бәрі дененің азықтары. Дене семірген сайын көңіл тарыла береді. Яғни рухымыз әлсірей береді. Ал дене күшейе береді. Ал керісінше рухымыз күшейген сайын дене әлсірей бастайды. Дене әлсіреген кезде дене физикалық тұрғыда әлсіреп кетпейді. Дене өзінің қыспағын азайтады. Рухымыз бостандыққа шыға бастайды. Сондан осы қарапайым мәселелерді біз білуіміз керек. Көп адамдар көңіл деген не екенін білмейді. Шынымен де көңіл дегеніміз ол тек қана рух емес. Көңіл, шәкәрім ашық айтқан ғой. Ал енді сипатталық көңілді біз ескеріп бұл сөзімді жақсы ұғыңыз. Жан мен дене қосылған ерлі қатын екеуінен туады көңіліміз дейді. Сонда көңілдің өзі ол жан мен дененің некесінен туып тұр. Сонда біздің көңіл күйіміз көтеріңкі болу үшін, көңіліміз кең болу үшін тек қана біз рухани ғана азықты ғана ойлап, дененің азығын бермей қойсақ, көңіл өзінің мейманханасы бұзылатын болғаннан кейін тағы да көңіл күй болмай қалады екен. Сонда шәкәрімнің айтуынша, жаңағы көңіл бұл жан мен дененің баласы. Соның некесінен туған бала, шарана. Сондан егер көңіліміз біздің жанға, әкесіне қарайтын болса, біз жақсылық жасайды екенбіз де. Егер біз көңіліміз денеге қарайтын болса, шешесіне біз жамандықтар жасай бастайды екенбіз. Сонда адамның көңілі егер тәнге қарайтын болса, онда дүниенің бәрі тарылып кетеді. Сыймайды, жоқ. Қазір біз жоқ деп ақыры бәрін құрттық. Мысалы, қазақ айтқан жоқ деп айтпаңдар, жоқтың түбі жоқ болады деген сөз бе? Алла қаласа біз осы жұма күні семинар өткіземіз сағат 1-ден 3-ге. Сонда осы масштабты ойлау методтары туралы сөз қозғаймыз. Сол кезде адамның негізінен жақсы сөз жарымыш дейді. Адамның ойына байланысты, оның тіршілігі де соған байланысты болады екен. Міне, сондан қазіргі кездегі сол көңілді кеңейту мәселесімен біз айналысуымыз керек. Сол кезде проблемалардың бәрі шешіледі. Негізінен бәрі жетеді негізінен. Негізінен жетпейтіні біз көңіл жетпей жатыр да. Көңіліміз тарылып кеткен біздің. Ал бұрын қазақтың көңілі дадай болған. Айтады ғой, жомарт жігітке қарасам дейді, оның көңілі айдын шалқыра көл сияқты дейді. Ал енді кедей адамның, ол кедейлік деген көп адам ойлайды, ол жаңағыдай ақшаның жоқтығы деп. Негізі кедейлік деген ол пейілдің тарлығы. Абай айтады ғой, партия жиып пара алған пейілі кедей байсыңдар дейді. Сонда нағыз кедей адам деген кезде, кеше әлеуметтік желілерде жариялады ғой, жақсы бір сөз айтылды. Нағыз кедей адам дегенде ақшаны жақсы көретін адам кедей дейді. Өйткені ол ақшаның байлық, ол ақшаның көптігімен өлшенбейді. Пайғамбарымыз айтқан, байлық ол адамның қанағатымен өлшенеді деген сөз. Біреудің $1000 бар, ол өзінің әлемдегі ең бай адам сезінуі мүмкін. Біреудің $1 миллиард бар, сөз. Бірақ ол ең кедей адам деп сезінуі мүмкін. Неге? Өйткені көңілі тар оның. Өйткені адамның мынау денесі, нәпсісі тоймайды. Қазақ айтады ғой, адам өлгенде ғана бір уыс топыраққа көз тояды дейді. Шынымен мына дүние деген өте қысқа нәрсе. Қамшының сабындай. Оған сонда неге деген кезде сол адамдар рухани тәрбие алмағаннан кейін олар бүкіл олардың өмірінің мәні мағынасы малға айналып кеткеннен кейін Махамбет айтады ғой, жамандарға қарасам малын көрер жанындай дейді. Олар бәрін малмен өлшеп отыр. Туысқандық қатынастарда малмен өлшейді, жұбайлық қатынастарда малмен өлшейді, бала шағасының қатынастарында малмен өлшейді. Сонда осыдан келіп жаңағыдай әртүрлі проблемалар пайда болды. Сонда Абай айтқан ғой, адам бір боқ көтерген боқтың қабы, яғни денені айтып отыр ол. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боларсың өлсең тағы. Менімен сен тең бе деп мақтанасың. Білімсіздік белгісі ол баяғы дейді.
Сонда қазіргі ағайын арасындағы не қайдан бастады? Сен кімсің, қайыршиды, менің жаңағыдай, менің малым бар, мен Мерседеспен жүрмін, сен Запорожьемен жүрсің деген сияқты, яғни материалдық, әлеуметтік жаңағы денемен өлшегендіктен жаңағы боқ көтерген боқ адамдардың арасында жаңағы мен сен теңсің бе деген білімсіздіктен туған проблемалар пайда болады. Шынымен де Құнанбай атамыз айтқан ғой, жас пен кәрі ол білімде теңеседі дейді. Жомарт пен бай мен кедей дейді, ол садақа беруді жомарттықта теңеседі дейді. Хан мен құл дейді, оларды өлім теңестіреді дейді. Сонда егер адам проблемаға рухпен қарайтын болсақ, адамдардың бәрі тең негізінен, рухани тұрғыдан. Ал біз аламызда жаңағы ертең 70-80 жылдан кейін шіріп жоғалып боқтан да сасық болатын денемен өлшейміз де, содан бір проблемалар пайда болады. Сен кімсің, мен кіммін деген әңгімелер шығады. Немесе жаңағы құдалықтың қызығы барыс келіс, ағайындықтың қызығы алыс беріс деп, сол өлетұғын тай үшін, көшетұғын сай үшін біз өзіміздің ағайын туғандарымызбен бет жырысып атамыз. Жаңағыдай тіпті қатты сөздер айтып атамыз, мысалы. Ертең мені көмгенде топырақ салға келме деп. Ол өте ауыр сөздер ғой. Сол тұрмайды ғой. Сонда Абай айтқан ғой, қай қызығы татиды қу өмірдің, татуды араз жақынды жатқыларға дейді. Дәмі кетпес, бұзылмас тәтті бар ма? Шынында да мынау нәпсінің қалауларын бәрі дәмі кетеді. Бұлардың бәрі тұрақсыз. Ішсем, жесем, ұйықтасам, байлық, мансақ, оның бәрі дәмі кетеді. Дәмі кетпейтін бірақ нәрсе бар екен, ол адамның көңілін қалдырмау керек. Сонда Абай айтады, дәмі кетпес, бұзылмас тәтті бар ма? 1-5 күннің орны жоқ аптығарға. Қай қызығы татиды қу өмірдің, татуды араз жақынды жатқыларға дейді. Сонда адамның дүние, адамның ішкі рухани кедейлігінен адамдардың көңілі тарылып кетеді. Ал адамның көңілі даладай, көңілі көлдей болу керек, сөзсіз бе? Түсінікті, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ағайын тату болса ат көп деп аталады, яғни туыстық қарым-қатынас жайында. Егерде Омар ағамызға студия қонағы, филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза, егерде қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға әбден болады. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бұл енді былайша айтқан кезде қазір бізге көп жағдайда жаһандану қатты әсер етіп жатыр, байқап қарасақ. Не десек те, бүгінде қазақылық жолдан жиі ауытқып, батыстық психологияға көндігіп жүргеніміз енді анық аңғарылады. Себебі енді бүгінгі бөріктілер арасында, яғни бауырлар арасындағы араздықтың себепкері көп жағдайда осы дүние үшін, көбісі. Нәзік жандылар кінәлі болып жатады негізі көп жағдайда. Енді бұның болмауы үшін не істеуіміз керек? Бұның болмауы үшін біріншіден қазақ айтады ғой, баланы жастан, қатынды бастан дейді. Жалпы мынау нәзік жандылар деп айтамыз, солар табалдырықты аттағаннан бастап рухани тәрбие беру керек оларға. Ол үшін жаңағы сол аманат қып алған, үйленген жігіттің өзі мықты болу керек. Бізде керісінше қазіргі кезде жігіттер рухани тәрбиесі кемшін болғандықтан, олар әйелдің тәрбиесін өтіп жатыр. Сол нәзік жандың тәрбиесін өтіп жатыр да, соны айтқанымен жүр. Сондықтан жаңағы енді көп жағдайда байқасаңыз әйел адамдарды кінәлайды, жоқ, ол жерде не себепті? Ол жерде бұл жерде мен өзім ойлаймын, негізінен әйел адам негізі кінәлі емес, негізінен кінәлі өзіңсің да. Сонда мысалы сен сол алып, сол жаңа үйлендің ғой, енді қыз күнде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді мысалы, сонда ол қыз күнде жақсы еді мысалы. Сен келгенде ол әйел адам үйге кіргеннен кейін күтеді. Мені тәрбиеле, мен сен етегінен ұстадым деп. Сенің хам рухани, хам материалды қамтамасыз етуіңді күтеді. Егер сен оны бере алмасаң әйелге, ол әйел өзінің дегенін жүргізе бастайды. Әйел өзінің көзімен, ол әйел ақылды болып, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп деген мақал түсінетін әйел болып шықса жақсы ғой. Егер ол әйелдің тәлім тәрбиесі ақыл аздау болса не болады? Онда ағайынның арасы ажырап кетеді. Қазір кезде көп жағдайда ерлер өзінің жаңағы тізгінін босатып алғаннан кейін осындай проблемалар болып жатыр.
жаңағы неге өйткені ерлердің рухани тәрбиесі кемшін болып отыр. Сондан Бауыржан Момышұлы айтқан ғой, Бауыржан, жақынымның сөзі тәтті екен деп жақыныңның тілін алма дейді. Қойнында жатты екен деп қатыныңның тілін алма дейді. Қазіргі еркектер қатын тілін алатын болды. Сонда ол баяғыда бір аңыз бар ғой, Сүлеймен пайғамбар жаңағы өзінің жас тоқалының тілін алам деп бүкіл құстардан жинап, құстарды қырып, жаңағыдай сарай салам деген ғой. Жаңағы қазақ айтады ғой, бәйбішеге малын берді, тоқалға жанын береді дейді. Сонда құстар айтпайды, жаңағыдай кім тоқалы, маған мына құстардың түйегіне сарай салып беріңіз деп. Сонда барлық қаршығаны жұмсап дейді, бүкіл құстар жинап әкеңіз деп. Сонда кім келмей қап дейді, байғыз. Соны жеріп дейді жаңағы қаршыған, байғыз неге жоқ деп. Алып келіп, тіріде не өлді алып келіпті ханның алдына. Ай байғыз, бүкіл құстар келді, сен неге емес? Соны айтты дейді. Мен ойладым деп айтты дейді. Қандай ойладың сен деп айтты дейді. Мен осы дүниеде қатын көп пе, еркек пе, соны ойладым дейді. Кім көп екен? Еркек көп шығар деп айтты. Жоқ дейді. Қатын көп болып шықты дейді. Неге дегенде айтты дейді. Мен жаңағы қатын тілін алатын еркектерді қатындардың қатарына қостым деп айтты дейді. Содан жаңағыдай ханда 40 кісінің ақылы болды дейді. Хан ұялып айтты дейді, мен мынау қатын сөзін ерген екенмін. Мен мына құстарға қиянат жасайтын болыппын. Құстарды жіберіңдер, босатыңдар. Бүкіл құстарға айтты, мына байғызға дұға қылыңдар деп айтты. Сонда бүкіл құстардың тұмсығы тесік екен де, жіпке тізіп әкелген ғой. Байғыздың ғана тұмсығы тесік емес екен. Міне сонда ол ертегі болса да бізге ғибрат беріп отыр. Ол қазақ айтады ғой, жаңағы қатын бастаған көш қараң қылады дейді, мысалы, ер адам сөйлесе жол ашылады, жаңағы әйел сөйлесе ет ашылады дейді, мысалы. Сосын бәрінде негізінде неге жатыр? Ол әйел сөйлемесін деген емес, ол кімге не жарасады дегенде керісінше ер адам сөйлеу керек. Әйел адам ол сол ер адамға қуат беруші, көмекшісі ғана, сөзсіз ба? Егер еркек үндемей әйел бәрін шешіп отыратын болса, онда әйел еркекке айналып кетеді, еркек қатынға айналып кетеді екен, сөзсіз ба? Сонда гармония бұзылады, үйлесім бұзылады. Содан біз қазір ең үлкен проблемамыз сол еркектерді тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін тәрбиелейік десек, отбасында әйел басшы. Еркектердің рөлі 0. Еркектерді көтеруіміз керек. Бізде қазір кезде бүкіл заңнама, сот бәрі әйелге жұмыс істейді. Медицина жаңағы бәрі әйелге жұмыс істейді, жаңағы гинекология әйелге жұмыс істейді, еркектің жаңағы неге еркек төмен, неге оның жаңағы қуаты кеміп кетті, ешкім басын қатырмайды. Еркекте бір жаңағы вечный машина сияқты мәңгілік өзін өзі жүре беретін. Сондан еркектердің де жаңағыдай гендерлік дегенде біз ойлаймыз тек қана жаңағыдай әйелдердің проблемасы деп. Жоқ, гендер дегеніміз кез келген жыныстың екеуі де тең құқықты, мына көмек алуға, жаңағыдай медициналық ол тең құқықты деген сөз. Бізде кезде жаңағыдай еркек адамға деген осындай бір немқұрайды көзқарас бар. Қазақ негізінен баяғыда айтып кеткен ғой, жауыр болған сөз, бірақ өте терең сөз. Және алтын басты қатыннан бақыр басты еркек артық дейді. Еркек қазақ дүниетанымында тәңірдей жаралған дейді. Еркектің культі болған. Неге? Одан біздің аналарымыз ұтылмаған. Еркекті көтерсең, еркек ақша табады, мал табады. Еркекті бассан, төмендетсең, ол ақша таппай қояды, бүкіл салмақ әйелге түседі. Қазіргі кезде солай болып тұр. Көрдіңіз ба? Сондан әйел адамның өзінің күші оның әлсіздігінде. Әлсіздік дегеніміз, ол біреулер айтады, әлсіздік деген ол мін деп. Мін емес, ол сапа. Нағыз әйел нәзік те әлсіз болу керек, сөз ба? Әлсіздік оның күшінде, күші оның. Өйткені ол әлсіз болған сайын, ол өзінің әйелдік энергиясын еркекке берген сайын, еркек күшейе береді екен. Ал егер керісінше әйел еркек болып кетсе, еркек энергиямен қарауламаса, еркегі әйелдене бастайды екен. Ақша таппай қояды екен. Ол ақша таппағаннан кейін, ақшаны еріксіз әйел тапқаннан кейін, әйел өзінің Құдайдың берген жұмысы, яғни өзінің қызметі бала таппай қояды екен. Жаңағы екі көзі карьерада болып. Сонда үйлесім бұзылып жатыр қазір бізде. Сондан Мұхтар Шаханов әр жыныс өзінің мінезімен әдемі дейді. Сондан қазіргі кезде негізінен мынау мектептерде еркек балалар мен жаңағы әйел зат балаларды бөлек оқыту мәселесін көтеруіміз керек біз. Өйткені қызбен бірге оқыған жігіт өз қызға ұқсап кетіп жатыр қазір. Бойында жаңағы солай оқыды емес пе? Әлде олай? Жоқ. Бұрын мысалы молдан алдын көрген, мысалы Түркияда мысалы бала есін жиғаннан бастап ер балаларды бөлек, қыз балаларды бөлек. Сонда Түркияда негіз еркектер табады да, малды әйелдер
былайша айтқан кезде басын ауыртпайды. Бүкіл еркектер табады, еркектер қамтамасыз етеді. Бұл мұсылмандық. Әйелдер бала табады. Аз жұмыс па әйелге? Менше жеткілікті. Былай жұмыс, үй шаруасын еркегін күтеді мысалы. Сонда әркім өз орында болса, қоғамда проблема болмайды. Еркек өзі шешу керек, айту керек, тыныш отыр. Бұл менің бірге туған ағам. Араласпа сен қатын деп айту керек қой. Ол айта алмаймыз біз. Оған күшіміз жетпейді. Оған рухани қуатымыз жетпей жатыр ғой. Түсінікті. Омар аға, өткенде тыңдаушыларымыздың тарапынан бір сұрақ келген болатын. Жалпы бөлелер қыз алса ма? Негізі шариғат ойыңызды толықтырып айтып. Шариғат бойынша рұқсат. Шариғат негізінен бір шешенің емшегін емген балаларға рұқсат етпейді үйленуге. Тіпті сіз мысалы бір ананың сүті шықпай қалып, соның баласын уақытша емізсеңіз де, кейіннен ол баламен сіздің қызыңыз не ұлыңыз үйленуге харам, тыйым салынған. Неге? Өйткені 2 жасқа дейін ғалымдар зерттепті. 2 жасқа дейінгі емген сүт баланың қанына өтеді екен. Ал 2 жастан бастап, сонда Құранда айтады, балаларыңды 2-ге дейін емізіңдер дейді. Ал 2 жастан бастап оның сүйегін өсіреді екен. Денесін өсіреді. Сондан қан араластығы болмасын деп, яғни инцест дейді. Сол тіпті сіз сүт анасы дейді ғой. Бір баланы емізсең, ол бала ертең есейгеннен кейін жаңағы сол сіздің туған баламен көңіл жарастыра салады, үйленуге тыйым салынады. Харам. Ал бөлелер ол 2 қыздан туған балалар, бірақ әкелері бөлек. Болса, шариғат рұқсат етіп беріп тұр. Бірақ қазақ рұқсат етпейді. Неге? Өйткені қазақта бөлем десе өлем дейді. Олар бір үйде өседі, бір үйде өскен бала ол өте туыс болып кетеді. Қазақ негізінен рұқсат етпейді. Бірақ жағдайда рұқсат етеді екен. Егер 2 туған қыз бала, 2 туған қыз, біреу өліп қалса, біреу қайтыс болып кетсе, біреу ғана қалып, немесе өте аралары алыстап кетсе, бөлелердің арасы алыстап кетсе, сол туысқандық қатынасты қайтадан бекітудің орнына сүйек жаңғырту мақсатында ғана рұқсат етеді екен. Бірақ өте сирек. Негізінен қазақ өзі бір тумаса да бір үйде өскеннен кейін ондайға бара қоймайды негізінен. Бауырым деп санайды. Бауырым деп санайды екен. Бірақ шариғат негізі рұқсат етеді екен. Шариғат ол немереге де рұқсат етеді екен. Шәкәрім айтады ғой, шариғат немерені қосады екен дейді. Қазақ немере түгілі 7 атаға дейін қоспайды. Ал нағашы мен жиен қыз алса ма? Нағашы мен жиен де солай. Туған нағашы мен жиен алыспайды. Бірақ егер алыста, мысалы, жиен дегеніміз, нағашы дегеніміз, жаңа 5 ата, 6 ата, 7 ата алыстап кетеді ғой. Сол кезде сүйек жаңғырту мақсатында жиендік жасау деген ұғым бар екен қазақта. Жиендік жасап, сол жаңағы өзінің нағашыларынан бір қыз сұрайды. Біздің жаңағы Жезқазғанда Кәукен деген тәтеміз бар. Өзінің ұлдарына айтады, ол біздің жиеніміз. Бір қыздарыңды маған берсейші дейді. Біз туысқандарымыз азырып бара жатыр ғой дейді. Ол кісі мысалы менің атамның қарындасының немересі. Жиен ғой бізге. Сол айтады, бір қыздарыңды берсеңдерші. Біз мына әкең кетті, шешең кетті, көзі кетті үлкендердің. Балалар бір-бірін танымайды. Туысқандарымыз әсіреп бара жатыр. Жиенді қылып сұрайды бізден, бір қыздарыңды берсеңдерші дейді. Бізден нағашыларынан. Болады екен қазақта. Егер әлсіреп кеткенде, яғни сүйек жаңғырту мақсатында ғана. Түсінікті. Енді өткен бағдарламаларымызда сұрақ қойған тыңдаушыларымыз қазір тыңдап отырған болса, толыққанды жауап алды деп ойлаймыз. Енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Тақырып ағайын тату болса ат көп, туыстық қарым-қатынас жайында. Егер де бағдарлама барысында сұрақтарыңыз туындап жатса, қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарлассаңыздар болады. Омар аға, енді балалар өсіп келе жатқан жеткіншектерге жалпы осындай рухани тәрбиені қалай сіңдіруге болады? Осы құндылықтарымызды қалай дарытамыз ойларына? Негізінен Абай атамыз негізі бүкіл біздің бұлақ көзіміз өзі біздің бәрі өзің танудан басталады. Біз өзіміз танымаймыз. Өзіміз танымағаннан кейін біз ештеңе танымаймыз. Құдайды да танымаймыз біз, өзіміз танымағаннан кейін. Дүниені де танымаймыз.
яғни ал дүние дегеннің өзі осы ағайын туған туысқан қатының балаң бәрі дүниеге үште кіреді негізінен. Сонда абайда 3 таным бар ғой: өзің тану, Алланы тану, дүниені тану дейді. Соны өзін танудан басталады. Сонда біз балаға өзің деген кім, соны үйретуіміз керек қой. Бірінші өзің деген кім? Өзің деген кім сонда? Өзің дегеніміз сонда негізінен 2 өзім бар екен бізде. Біреу тәннің өзімі, яғни нәпсі, одан өзімшілдік туады, эгоизм. Біз сонымен ғана жұмыс істеп жатырмыз. Екінші нағыз өзім бар. Ол ішкі рухың, сенің жаның. Сонда Шәкәрім айтып отыр: анық қара жан өзің дейді. Жан өзім деген жаның екен негізі. Дене киім дейді. Бұл сол киімді өзің деп жүрміз ғой. Сонда Шәкәрім айтып отыр: анық қара жан өзің дене киім, мақтан бояу денеге берген сыйың. Бұл алдауың жанға азық емес, оған пайда не қылдың? Жалғыз тиын дейді. Сонда егер біз баланы жастайынан бастап жаңағыдай көрсем білсем, яғни жанның азығын беріп тәрбиелесек, ол өзін таныса, ол өзгені де таниды, ешкімге ренжітпейді. Бір 5 күндік жалған үшін ағайындық, туысқандық қатынастарды бұзбайды, өз бе? Міне сондықтан сол адам өзін танымағаннан кейін бүкіл проблема содан басталады екен. Сонда біз айтамыз ғой, бір үйде неше тән бар деп сұрамаймыз, бір үйде неше жан бар дейміз, өз бе? Жан басына шаққанда деп сөйлейміз. Сонда негізінен ең басты жан. Сол жан, қысқасы Шәкәрім айтады ғой, жан өзі ақылды болады, е? Адам денесіге. Сонда Шәкәрім айтады: көңіл дейді, көңіл. Жаңағы айттық қой, ол жан мен тәннің баласы деп. Көңіл егер әкесіне, жанына қараса, бұрылып. Өйткені көңіл деген сөз араб тілінде қалбун дейді, айналып тұрады дейді. Біздің көңіліміз бір қалыпты емес, үнемі айналып тұрады да. Біз түсінбейміз, ол неге ол айналып тұрады. Сонда Шәкәрім айтады: табиғат бірде олай, бірде бұлай, кетері мәлім емес әлде қалай. Әкесі жан, шешесі дене болып, көңілім сол себепті екі талай дейді. Кейде жақсыны іздейміз, кейде жаман. Көңіл неге қызықса соған таман. Дене жеңсе түпсізге қызығамыз, яғни дүниеге. Жан билесе жаманнан қалмақ аман дейді. Сонда біз адамның өздігім, денесігім, кім басшы болу, кім қосшы болу, осыны үйретуіміз керек. Егер адам осында рухани тәрбие алып, өзінің рухын танып, яғни сонда Шәкәрім айтады: егер көңіл жанға қараса, ол рух қайнағады дейді да. Көңіл қарады мен әкесіне. Көңіл егер айналып денесіне қарайтын болса, ол нәпсіге айналады екен. Сонда көңіл деген сөздің өзі екі мағынасында. Сонда қазақ айтады ғой, неге пайда болады дегенде, жаңа алауыздықтар, қазақ айтады: көңіл денеге қарап тұр, нәпсіге айналып кетті. Сонда қазақ айтады: дарияның жарға соққан толқынындай көрінгенге көз сүзген көңіл арсыз дейді. Немесе көңіл тәнге қарап тұр, тәннің көзімен, яғни көзімен қарадық, яғни бастың көзімен. Ол құмарлықтың көзі. Мысалы қазақ айтады: біреудің қатыны біреуі қыздай көрінеді дейді. Шын мәнінде өзінің қатыны мұздай көрінеді. Ол нәпсінің көзімен қарап тұр. Шын мәнінде сырымды Атұл айтқан ғой: астымдағы атын тұлпарым, үйдегі қара қатыным сұңқарым дейді. Сондан ол сұлу емес, сүйген сұлу дейді. Неге? Егер біз өзін жанымыздың көзімен қарап, махаббат ол жанның несі, қасиеті. Ал құмарлық ол тәннің қасиеті. Осы екіні ажырата білсек, көп проблема шешіледі. Жақсы. Ардақты ағайын, арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушылардың барлығына қайырлы күн дей отырып, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Эфирде өнегелі отбасы хабары, студия қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Ал бүгінгі тақырып ағайын тату болса ат көп. Осы тақырыпқа байланысты немесе келген қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласыңыздар дейміз. Біз бағдарламамызды дәл қазір жалғастырсақ, мына Инстаграм парақшасында біз тікелей толқында отырмыз. Сонда хат жолдап жатыр екен. Алмахан есімді тыңдаушымыз жолдаған екен. Осы абайдың туысқандық туралы айтқан 19-шы қара сөзі жайында айтып берсеңіз дейді. 19-шы қара сөзінде абай бала туғанда естіп болып тумайды дейді. Естіп, көріп, татып, қолмен ұстап, дүниедегі жақсы мен жаманды айыра білген баланы, адамды біз білім деп айтамыз дейді. Бірақ сол көріп, татып, қолмен ұстап, тұшынып қабылдаған білімнің өзі жеке, сенің жеке білімің өзі ішке жарамайды деп тұр абай. Яғни ол жеткіліксіз. Енді тағы не керек дегенде абай айтады: енді осыған қоса дейді, естілердің сөзін ескеру керек дейді. Естілердің сөзін ескерген адам ғана есті адамдардың қатарына кіреді дейді. Яғни ақылды адамдардың қатарына кіреді. Жалғыз естілік өзі ішке жарамайды дейді. Енді келесі бір, сол естілердің сөзін қалай тыңдау керек дейді. Мысалы қазір радио тыңдап отыр көп адам.
оны дейді шалқақтап жаңағыдай тыңдаса ол кірмейді дейді ішіңе дейді. Оны қайтара сұрап тұшынып тыңдау керек дейді. Егер адам дейді естіген нәрсесін сол естіген шыққан бойда, сол естіген жерінен шыққан бойда қайтадан қалпына түссе, ол да тағы да нәтиже бермейді дейді. Сонда Абай айтады, бір нәрсені көргенде, естігенде көңілден тұшынып, ғибратланып тыңдау керек дейді. Сондан бір ғұлама айтқан дейді, әбден ашынғанда өзінің сөзін түсінбейтін. Өйткені Абай айтады ғой, кейбіреу тыңдар сөзді ұққанша, кейбіреу тыңдар әрбір сөз, Абайлар әрбір сөзді өз қалынша дейді. Адамдар әртүрлі естиді. Негіз радио ол естуге арналған нәрсе. Жалпы қазақта адамның есті болуы, ақылды болуы естуіне байланысты. Есі кіреді, есі шығып кетеді дейді, қазақ айтады. Сонда Абай, ана бір ғұлама хакім әбден ашуланғанда айтты дейді ғой. Сөзіңді танымаған адамдарға сөз айтқаннан гөрі өзіңді таныған шошқаны баққан әлдеқайда артық деп айтты дейді, әбден ашуланғанда. Сондан бұл жерде осы 19-шы қара сөзде осы мәселе көтеріліп отыр. Рахмет жауабыңызға. Омар аға, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Менің атым есімім Тана. Омар Жәлелге бір сұрағым бар еді. Жақсы. Абайдың 6-шы қара сөзінде өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік деген сөз бар. Соны талқылап берсе деп. Сізге көп рахмет. Хабарласқаныңызға енді Омар аға бағдарлама барысында уақыт қалып жатса тағы талқылап беруге мүмкіндік болар. Бізге тағы бір тыңдаушы бар екен, бірден қоссақ. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Тыңдап отырмыз. Омар аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Бүгінгі қозғап жатқан тақырыптарыңыз өте өзекті, менің көңіліме қонып тұр. Мен Қызылордадан хабарласып тұрмын. Жалпы алып қосайын, және сұрағым бар. Алып қосарым, айтып нақыл сөздерді жалпы адами тұрғыдан барлығын қозғап Омар аға айтып жатсыз, оған ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ заманына қарай адамы дейді ғой, қазір заман өзгерген жоқ, адам өзгерді дейге, жалпы негізі. Енді мен қосарым, қазір бәрі дамып жатыр, интернет дейміз, табиғи құбылыс дейміз, барлығы сол заманына қарай өзгеріп келе жатыр адам. Менің ойымша, әр отбасы өзінің өсіріп отқан ұл-қызын жалпы жүгендеп, тәрбиелеп, жақсы тәрбие бере білсе, ең басты тәлім тәрбие сол деп ойлаймын. Қазіргі жастарға, мысалы, қазір келіп осы сіздің айтып отқан дүниеңізді 10 баланы әкеп, осы сіздің айтып отқан дүниеңізді айтсақ, 10-ның көп болса 3-еуі қабылдауы мүмкін, 7-еуі мақұл, иә, жоқ дей салады, болды. Сондықтан 90 сөздің толықтай түйіні менің айтқым келіп отқаны, қазір 21-ші ғасыр, бәрін қабылдаймыз, қарсылығымыз жоқ, көзқарасымыз түзу, және де ата-ана өзінің ұл-қызына сіңімді, әдемі, мән мағыналы тәрбие беретін болса, одан артық дүние жоқ деп ойлаймын. Менің және қояр сұрағым, сіздің осы жалпы осы дін жолындағы насихат айтып жатсыз, тәлім тәрбие туралы айтып жатсыз, осы жөнінде бір класс бар ма, мысалы, тәрбиелік жағы оқу орындарында насихат жүргізесіздер ма, және бір ұйым бар ма, жоқ әлде сол туралында жайында бір айта кетсеңіз. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар. Сізге де көп рахмет. Хабарласқаныңызға тағы бір тыңдаушы бар екен, бірден тыңдайық сауалдарын. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум, Омар аға. Бағанадан бері нені тыңдап отырмын. Өте өзекті мәселе қозғап отырсыздар, өте көңілге қонымды. Енді менің айтайын дегенім, осы Абай шәкәрімді айтып жатыр, осыны тереңдетіп оқытса мектепте. Сосын жаңағы бір әлгі ер адамның тізімге ие бола алмай қалуы, оның неден шығады деп бүйтіп ойлап қарасам, мен өз ойымша, мысалы, мектепте ер ұстаздардың азайып кеткендігі бір себеп бұл. Өйткені бізде мектепте оқыған кезде жаңағы сол заманда интернет жоқ, не жоқ, ұқсататын едік, сол сияқты болсақ, сол мұғалім сияқты болсақ, сол киініп. Енді қазір мектепте 80-90% әйелдер жұмыс жасайды. Сол бірден бір себебі осы жігіттің қызға ұқсап кетуі, содан кейін ол үйленгеннен кейін сол әйелінің айтқанынан шыға алмай қалып, жаңағы осы бағанадан бері айтып жатқан тақырыптың негізгі бір мәселесі осы ма деп ойлаймын негізі.
Көп рахмет пікіріңізге. Рахмет. Өте дұрыс, бауырым өте дұрыс айтып Сау отыр. болыңыз, аман болыңыз дейміз. Біздің бала кезімізде әкелеріміз айтатын, шешелеріміз, әй, қыздармен ойнамаңдар деп. Ойлайтын, неге деп, сөйтіп, қыздеке болып кетесіңдер дейді. Бізде қазіргі кезде қараусаңыздар, ер балалар қыздармен ойнайды. Үнемі балабақшадан бастап, мектепте, университетте, мысалы сөз бе? Содан кейін ол өз тектес балалармен бірге өспегеннен кейін жаңағы еркек сияқты қағысып, соғысып, төбелесіп, күресіп өспегеннен кейін ол бала нәзік, әлжуаз, ол ертең қалай отбасын тізгіндейді. Яғни еркекке еркекше тәрбие беру керек та. Оны Ахмет Байтұрсын айтқан ұлша өсу керек. Ұл дегеніміз біздегі бір шегі артық жаңағы жыныстық айырма емес. Ұл дегеніміз ол кемел адам деген сөз қазақта. Қазақ осы мәселені дұрыс түсінді ол. Қазақтың бір ұлға яғни көңіл толмаған кезде қазақ айтады, әй, сені де шешең кеше ұл туды деп қалжа жеді ғой дейді. Яғни үмітін ақтамаған кезде. Соны ұл деген кім? Ол елге тұлға болатын азамат. Жаңағы отбасын ал өзінің біздің бір билеріміз айтқан ғой. Адам бірінші өзінің нәпсісін билейді дейді. Нәпсісін билеген адам ғана отбасын билейді. Жаңа мен айтып отырған жаңағы дене мен жанды айыра білу. Нәпсісін билеген адам отбасын билейді, отбасын билеген адам аумағын билейді, аумағын билеген адам халқын билейді дейді. Міне сондықтан осы градацияны сақтау керек, сөзсіз бе? Ал заман өзгеріп жатыр, заманына қарай амал рас, бірақ заман өзгермейді, адамның табиғаты өзгермейді. Абай айтады ғой, өлсе өлер, табиғат адам өлмес, сөзсіз бе? Табиғат өзге. Яғни Абайдың тағы бір керемет сөзі бар, біз заманға кейде жабаба береміз бәрін, мысалы, заман кінәлі сияқты да. Ал Абай айтады ғой, әркімді заман сүйремек, заманды қай жан билемек? Жаманды билеу керек. Жаман заманға күйлемек, замана оны елемек дейді, сөзсіз бе? Сонда Абайдың айтуынша заманды тек қана жақсылар билейді екен. Илейді дейді, жақсы деген. Жамандар заманның ыңғайына қарай күйлейді. Заман оларды илеп, мыштыжын шығарып жатыр қазір. Пікіріңізге рахмет. Омар аға, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа мектепте арнайы сабақтар бар ма, ашуға бола ма, сол жайында сұрақ қойған еді. Жақсы, мен осы Астана қаласында нөмір 44-48 мектеп лицейі бар. Сонда Абай тану деген курс бар. Сон Зәуре Жақанқызы, ол кісі Алла разы болсын, сенбі күні өткіземін мен сабақты. Бүкіл 9-дан бастап 11-ға дейін балалардың бәрін акт залына жинап, Абай тану курсын өткіземін мен. Үш сабақ қатарынан өткіземін. Сонда осы мәселелерді біз көтереміз. Енді екінші бір мен өткізіп отқан нәрсем, біз отбасылық өмірге дайындау және сәттілікке жету жолдар деген тренинг аштық, семинар тренинг. Бұл Қажымұқан 12 Астана қаласында әрбір сенбі сайын өтеді, 12 мен 2-нің арасында. Енді осы жұмада жұма күні өтеді. Жұма күні сағат 1-ден 3-ге дейін өтеді. Бұдан бұлай әр сенбіде өтеді. Әр сенбіде. Негізі сенбі күні. Өйткені адам осы жол сапарға шығатын болғаннан кейін ауыстырып отырмыз. Ал енді негізінен сенбі күні өтеді. Сондан адам білім аламын деген адам іздену керек. Біз көбінесе айтамыз, қайдан аламыз, мұғалім жоқ дейміз да, шын мәнінде мұғалім де бар, білім де бар. Мәселе сен дайын емес. Сонда шығыста бір керемет сөз бар. Ұстаз дейді, шәкірт дайын болған кезде ғана пайда болады дейді. Сондан нәпсінің аузынан жырып, сол тренингке төлейтін 3000 теңге нәпсінің аузынан жырып тренингке келсең, нәпсінің өзі айтады сен, сен ақша төлеп келдің, мұнан сіңір білім дейді. Яғни біз мынау егер бай болғымыз келсе, біз сәтті болғымыз келсе, біз дайын болуымыз керек. Шығысқа, сөзсіз бе? Қазақ айтады, шығыс болмай, кіріс болмайды дейді. Бізді үйретіп тастаған бәрін жаңағыдай тегін алуға, барлығын жайдан жай алуға. Оңтүстікке, Шымкентке барған кезде бір Құдашаның сөзі ұнады маған, мәңгілік есімде қалды, Ленгер ауданында. Сонда бүйдеді ғой, ел іші өнергеніші, сатып алған сарғалдақтың сабағы балта дейді. Сарғалдақ деген қарапайым шөп қой. Соны сатып алсаң дейді, ол балта дейді. Сонда осы мәселелерде бұл да мәдениет негізінен. Мәдениет. Әр нәрсенің ақысы бар, өтеуі бар.
біз қазіргі кезде жаңа отан үшін, ел үшін деп жаңағыдай жалған ұрандармен біз мына интеллект иелерін, білімді адамдардың ақысын төлемегеннен кейін біздің өреміз төмендеп кетті. Ал бұрында қазақта айтатын ақылың жетпесе біреуді ақылды біреуден сатып ал деген. Қазақта бұрын ақыл сатулы болған. Ал енді орыстың отарына айналғаннан кейін Абай айтады ғой, қазіргі қазақ дейді төмендеген сондай, тегін айтсаң алмайды дейді. Ақылды тегін алмақ түгілі ұялмас ақы тілеуге дейді. Мен сені тыңдап тұрмын ғой, маған төле деп айтады дейді. Сіз ойлаңыз, ал бұрынғы қазақ, ата қазақ, нағыз қазақ, яғни ол ертегілерінде бәрінде айтады, ақылды сатып алған. Мысалы қазіргі кезде мынау ақыл сатып күн көріп отқан мемлекеттер бар. Бұл Жапон мемлекеті мысалы. Қазіргі сумен жүретін машина ойлап тапты ғой. Неге? Ақыл идея сатулы. А бізде мысалы қазіргі кезде оған ешкім назар аударып отқан. Сондықтан біз технология жағынан ақыл иелерін құрметтемегеннен кейін мұғалімдердің жалақысын қараңызға, неге бармайды дейді мұғалімдер. Мұғалімдер 100 мың алады. Қандай еркек барады ондай жұмысқа? Содан жаңағы келін кепшіктер барады мұғалім болып. Сонда біз үлкен дәрежеде ұтылып жатырмыз ғой. Неге? Өйткені мемлекетіміз мұғалімдердің жалақысын көтермей отыр. Мұғалім деген бізде қадірсіз жұмыс болып отыр. Ал Жапонияда мұғалімдерге арналған арнайы мектептер бар екен. Жапонияда әрбір дүкен иесі мұғалім келсе тік тұрып оған өзінің мәртебе санайды екен. Оларға арналған мұғалім кірсе атып тұрып орын береді екен метрода. Тамаша. Омар аға, біз бағдарламамыз ары қарай мына Инстаграм парақшасына сауалдар келіп түсіп жатыр екен. Оқырмандарымыздан сол сауалдармен жалғастырсақ, сәлеметсіз бе дейді. Менің сөйлесіп жүрген кісім айтады дейді, болашақта отбасымда еркектікі дұрыс болса да дұрыс болса да дұрыс дейді. Бұл қаншалықты дұрыс сіздің ойыңызша? Негізінен мынау еркекті еркек қылатын еркектік мақтан. Қазақ айтады, мақтаншақ болмай ер болмас дейді. Сонда негізінен мынау бізде қазір еркектер мысалы әйелдердің кешірім сұрайды ғой. Әрі кешіріңіз деп жатыр. Негізінен мына Құралай Қалиева деген ана жол кісі келіп кетті ғой, бизнес-тренер. Сол кісі айтады ғой, бақыттың кілті әйел деген. Негізі еркек дейді, өзі дұрыс болмаса да әйелінен кешірім сұрамау керек дейді. Неге? Кеудесі түсіп қалады дейді. Жаңағыдай еркектік мені жоғалады дейді сөз. Әйел ақылды әйел түсіну керек. Еркек ақылды болса, өзінің мінін түсінсе, ол оны білдіреді. Ол өзінің дұрыс емес екендігін білдіреді сөз. Қылығымен білдіру мүмкін, ісімен білдіру мүмкін мысалы, міндетті емес жаңағы еркекті жаңағы төмендетіп, менен кешірім сұра деп оны тізерлету сөз. Неге? Оның зардабын ертең өзің көресің. Ол еркектің тестостероны түседі, ол еркектік қасиет түседі, ол бақшаға таппай қояды сөз. Сондан ақылды әйел осының бәрін мен айтқан нәрсені өзі түсініп отыр ғой деп ойлаймын негізінен. Енді келесі бір сауалым, жалпы қазақта бауыр деген жақсы сөз бар, тіпті бауырын туған баласынан артық көріп жатқан жағдайлар кездеседі. Енді бұл өмірлік тәжірибеде бар. Сол бауыр сөзінің жалпы этимологиясына тоқталып өтсеңіз. Мен сізге айтайын, Мәшһүр атамыз айтады, негізінен бауыр, біз айтамыз ғой, батырлық жүректе болады деп. Мәшһүр атам жоқ дейді. Бауыр деген негізі батырлық бауырда болады дейді. Бауыры күшті адамдар батыр болады дейді. Мысалы өзбектер бауырды жігер дейді. Түркістанға барғанда шашлык сатады, жігер деп. Ең арзан шашлык. Жігер деп ойлайды. Сөйтсем олар бауырды жігер дейді екен. Сонда адамға жігер беретін бауыр екен ғой. Бауыры күшті адам батыр болады екен. Сондан бауырым деген кезде негізінен бауырмалдық. Бұл жерде мынау құда болғанда бауыр мен майды қосып береді. Негізі бауыр деген жұмсақ та, өте жұмсақ. Бауырмалдық. Ол деген бауырым деген сөз, мен сенің екеуміз бауырымыз. Сен үшін мен жауаптым, мен сен үшін жауаптым, мен сен үшін жанымды беруге әзірмін деген сөз ғой, бауырым. Біз неге бауырым деп айта алмаймыз деген мақала жазған мен кезінде жас ағашқа. 2001-2002-де. Неге? Өйткені рухы төмен адам ғана бауырым деп айта алмайды екен. Неге? Бауырым деген ол жауапкершілік. Бұрын қазақ бауырым деген. Әй бауырым, болды. Мен сен үшін жауаптымын. Бауырым деп тұрма, үлкен айтқан адамның ақылын кіші адам тыңдайды. Неге? Бауырым деп тұр, жаны ашып тұр сөз.
Бауырым дегеніміз кеңістік. Қазақ неге бір-бірінен суып кетті? Өйткені бауырым деп айта алмаймыз. Сондықтан әрбір қазақ қазір бір-біріне брат дейді. Братан дейді. Неге бауырым деп айта алмайды? Бауырым деп айту үшін рухани күш керек. Тәрбие керек. Қаны бір қазақпыз, сөз бе? Жаны бір қазақпыз, бауырымыз бәріміз. Сол кезде күшейеміз. Сонда біз батыр халыққа айналамыз. Неге? Өйткені батырлық бауырда екен. Сонда қазақ құдаларына бауыр береді, сөз бе? Батыр болайық, май береді. Неге? Май ол байлықтың белгісі. Және бар болайық, мол болайық, сөз бе? Қатынасымыз батырлыққа негізделсін, қорқақтыққа емес, қатындыққа емес, ерлікке негізделсін деген ұғым бұл, сөз. Сонда бауыр ол батырлық. Көп рахмет Омар аға, біздің де бағдарламамыз аяқталуға таяп қалған екен. Осы бүгінгі бағдарламамызды ағайын тату болса ат көп деген тақырыптағы бағдарламамызды бір-екі ауыз сөзбен түйіндесек, қорытындысын айтсақ. Қорытындылайтын болсақ, мына бұл 5 күндік жалған дүниеде бөлтірік шешеден сұраған екен. Ағата, бұл дүниенің қызығы не деп? Сонда бөлтірік шешен айтты дейді. Бұл дүниенің қызығы ағайын туғанмен, бала шағанмен дейді. Сіз біз десіп сыйласып өткен өмірден артық еш нәрсе жоқ деп айтты дейді. Сондықтан мына боқ дүние қалады. Боқ дүние үшін араздаспау керек. Боқ дүние үшін ағайын туғанның көңілін қалдыруға болмайды. Неге? Өйткені қазақ айтады, қалған көңілін шыққан жан дейді. Ертең ол бәрібір араласасың, бірақ бұрынғыдай болмайды. Құмыраға бір сызат түссе, қанша жамап жасқасан да ол жарықшақ көрініп тұрады. Сондықтан әуелден қарым-қатынасты бұзбауға тырысу керек. Бірінші орынға дүниені қоймау керек. Бірінші орынға адамның көңілін қою керек. Ғұламалар айтады, адамның көңілін қалдыру, оның үстіне туыс адамның көңілін қалдыру, қағбаның қаратасын сындырғаннан ауыр дейді. Сондан қазақ айтқан ғой, адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады дейді. Насыбай деген дүние ғой, бере сал. Сондан пайғамбарымыз айтқан, қандай да бір адам туыстық қатынасын бұзса, ол бізден емес деген, ол мұсылман емес, сөз. Сондан әр апта сайын туысқандарыңды зиярат етіп тұрыңдар, яғни барып тұрыңдар, көңілдерін, халдарын сұрап тұрыңдар, жағдайларың қалай. Міндетті түрде ақшаң жоқ болған кезде іздеме туысқаныңды. Апта сайын хабарласып тұр, әкеңе, шешеңе, туысқандарыңа. Жағдайың қалай, жетіп жатыр. Қазір ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқ. Заман, Құдайға шүкір. Қазір не жетпейді, көңіл жетпей жатыр. Сондықтан біздің адам көңілді болса, ол бәрін жасайды. Ол тауды да қопарады, тасты да қопарады, сөз. Алмайтын асу болмайды. Сондан әйел адам өзінің жұбайының көңіл күйін көтеріп шаттандырып отырса, жақсы әйел ерін күтіп шаттандырады дейді Шал ақын. Еркек бәрін жасайды ғой сол әйел үшін. Көп рахмет Омар аға, бағдарламамызда келіп, осылай жақсы әңгімелеріңізбен, ойларыңызбен бөліскеніңізге. Бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Жадыра Сардарбек қызы, микрофон алдында Ақбота Қанай қызы, студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Ардақтағайын, әр шаңырақта Шалқар ұлттық радиосы